Жоғары пайыздық мөлшерлеме бизнеске бөлінетін несиенің несібеге айналуына кедергі болып отыр. Шағын және орта бизнестің қазаны ортаймасын десек, несие мөлшерлемесін төмендету керек. Бұл туралы бүгін Атамекен форум пікірталас клубының отырысында айтылды. Алғашқы басқосуға қатысушылар ақша несие саясатының концептуалдық жаңа жүйесі не үшін қажет деген сауал төңірегінде ой бөлісті. Клуб мүшелерінің айтуынша жаңа жүйе елдегі кәсіпкерлікті дамыту үшін керек. Өйткені бизнестің жол картасы бағдарламасы төмен мөлшерлемені несие алуға жол ашты. Ол үшін мемлекет субсидия бөлді. Ал жаңа ақша несие саясаты банктердің 1-5-6% көлемінде несие бөлу мүмкіндігін қарастыру қажет. Қазіргі жүйе шағын және орта бизнес үшін банктерден несиелердің қолжетімділігін, несиелердің жоғары пайызын, банктердің қатал талаптарын және басқа да мәселелерді реттей алмай отыр. Несие пайыздарын азайту мәселесін ақша несие саясатын жетілдіре отырып шешу керек.